Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін 29 шілде 2026 жыл, кешкі сағат 19:17. Мен заңгер әрі медиатор Әмірхан Мұхаммед-Андреұлымын. Өздеріңізге осы видеоны түсіре отырып, демалыс үрсемде, яғни мен соңғы 3 күннен бері дүйсенбі күннен бастап негізінен демалсамын. Демалса болсам да, жаңаға өздерің сияқты клиенттердің аманаттарын орындау мақсатында сот мәжілістеріне кеше де қатысып, бүгін де қатысып, ертең де аманшылық болса сот мәжілісі бар. Сөйтіп аманаттар міндеттерімізді орындап, борыштарымызды өтеп беріп жатқан жайымыз бар. Осыған байланысты өздеріңіздің де белгілі бір мәселемен сотта болмаса басқа да мемлекеттік органдар бола ма, жекеменшік кәсіпкерлердің арасында тартыс түсініспеушіліктер мәселеңіз бар болатын болса, қызмет етуге дайынбыз. Яғни қазір таңда біздің елімізде әртүрлі заңдардың қабылдануына байланысты сотқа онлайн қатысуға болады. Дәл сондай әртүрлі шаруа бойынша мемлекеттік органдарға көбінесе онлайн хабар жолдап жіберуге де болады. Дәл сондай егер де сізге кеңес қажет болатын болса, онда онлайн жүргізуге болады. Ешқандай кедергі жоқ, проблема емес. Орысша айтқанда, сіздерге егерде көзбе-көз сөйлесем дейтін болсаңыздар, дәл сондай осылай видеозвонок қыла отырып, біріңізбен байланысып, сұрағыңызды қойып, оған жауапты ала аласыз. Екібастан төлем жасау қазір қатты қиын шаруа емес. Содан кейінгі, егерде сізге жаңаға мен медиатор екенімді айта кеттім әңгіменің барысында, медиатор болғаннан кейін сізге сол медиация мәселесінде онлайн жүргізу қажет болатын болса да, оны онлайн жүргізуге болатындығын, заң бойынша ешқандай кедергі еместігін айта кеткім келеді. Одан қалды Ақтау қаласындағы менің өзігі негізгі қызметім және кабинетім, жұмыс орным Ақтау қаласында екен, өздеріңіз баршаңыз білесіңіздер. Ақтау қаласында да менің кабинетім жұмыс жасап тұр. Ол жерде өзімнің көмекшім бар екенін айтып жеткізгім келеді. Егерде барып көзбе-көз көріп, яғни былай аяқпен барып отырып сөйлесем дейтін болсаңыздар, мархабат, сол жерде көмекшім бар. Дәл сондай қылып, дәл мен қалай қызмет еткенде қылып, сізге сондай қызмет етуге дайын. Так, енді одан қалды, осы өткен сенбі күні жолға шыққан уақыттарда, Маңғыстау Алматы пойызға мінген уақыттарда видео түсіріп, видеоблогты бастаған болатынмын. Мен жолдасым және анам үшеуміз Шымкент қаласының жағындағы, яғни нақты адресі Түркістан облысы Сайрам ауданы Қарабұлақ селосының маңындағы, қасындағы деп айтуға бола ма, Әл-Каусар шипажайына, нақтылап айтқанда емдеу орталығына келіп ем шараларды айтып жатқанымыз, алуға келе жатқанымыз айтқан болатын. Осыдан 2 күн бұрын видео түсірген уақыттарда осында келіп ем шараны бастағанымызды айтқан болатынбыз. Ең таңда осы туралы толық нақты видео